Трансфер терезесі ашылды. Альварес Барселонаға ауыса ма, жоқ па? Реал Мадрид ірі трансферге дайындалып жатыр. Бірақ бұл жолы ойыншыны тегін алуды жоспарлап отыр. Хаби Алонсо қазірдің өзінде Челсиде темірдей тәртіп орнатуда және директорлар кеңесінде қалаған ойыншыларының тізімін ұсынды. Біздің бүгінгі шығарылым осы және басқа да көптеген жаңалықтарға арналады. Достар, клубтық деңгейдегі футбол маусымы өз мәресіне жетті. Кейбір ойыншылар жағажайда демалып жатыр, көпшілігі алдағы әлем чемпионатына дайындалуда. Осыған қарамастан трансферлік жаңалықтар өте көп. Кейбір клубтар жаңа ойыншылармен келісімшартқа отырды. Кейбір футболшылар келісімшартты ұзартпай жаңа команда іздей бастады. Танымал клубтар бапкерлерін ауыстырып жатыр. Қысқасы, жаңалықтар өте көп. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл шетел бол арнасы. Біздің YouTube'та алғаш рет көріп отырғандар үшін таныстыра кетейін. Менің атым Әлішер және мен командамен бірге футболдағы ең маңызды жаңалықтарды қазақ тілінде талқылаймын. Біз енді алдыңғы жолғыдай ұзақ уақытқа жоқ болып кетпейтімізге уәде береміз және сіздер үшін жаңа шығарылымдар дайындап жатырмыз. Ендеше 600 лайк жинап тастасақ, жаңа видео шығады. Реал Мадрид ақыры жаңа ойыншылар қажет екенін түсінді. Олар Мастанtuono сияқты жас ойыншыларды сатып алу арқылы шабуылды күшейтіп қана қоймай, қорғаныс шебін мен орталық алаң ортасында тәжірибелі футболшылар алу керек. Сіз бұл есімдердің кейбірін әлеуметтік желіден көріп оқыған шығарсыз. Бірақ бүгін оларды егжей-тегжейлі талқылаймыз. Сіз бізбен келісуіңізде, келіспеуіңізде мүмкін. Біз жай ғана командамыздың пікірін айтамыз. Ибрахима Канатеден бастайық. Өткен аптада Ливерпуль 27 жастағы қорғаушымен ресми түрде қоштасты. Оны Мерсисайдты клубпен келісімшарты аяқталды. Дәл осы сәтті трансфер көп ақша құртқысы келмейтін Перес қалайша пайдаланбауы мүмкін? Менің ойымша, егер Канатенің Ливерпульмен жарасымды келісімшарты болса, Флорентин атам оны ешқашан сатып алмас еді. Шынын айтсақ, бұл бізге топ трансфер ретінде көрінбейді. Француз ойыншысының деңгейі айтарлықтай төмендеді. Өте тұрақсыз ойынымен көзге түсуде және өткен маусымда Ливерпульдің әлсіз тұсы сияқты көрінді. Инсайдерлердің айтуы бойынша тараптар ауызша келісімге қол жеткізген. Канате Реал Мадридке ауысуға дайын, бірақ әзірге Флорентиноның басшылықта қалатынына көз жеткізу үшін Мадридтегі президент сайлауын күту керек. Содан кейін ғана Канатенің ақ түсті жейдені киетініне сенімді боламыз. Енді Реалға өз позициясына әлемдегі ең үздік қорғаушылардың бірі саналатын Бастонидің не керегі бар? Ол шабуылды тікелей қорғаныстан бастайтын, тактикалық шеберлігі жоғары және қақпа алдында сенімді қимылдайтын ойыншы. Бірақ бір мәселе бар. Оның трансфер құны шамамен 70-80 миллион евро. Дегенмен, қауесеттерге сүйенсек, Реал Мадридтің бас бапкері Жозе Мауриньо оны өз командасында көргісі келеді. Бірақ біз Флорентино Пересті жақсы білеміз. Егер ойыншыны тегін алатын мүмкіндік болса, ақша құртудың не қажеті бар? Әрмен қарай кеттік. Келесі трансфер Интердің қорғаушысы Дензел Думфрис. Менің ойымша, бұл өте жақсы трансфер. Бұл жігіт қазір 30 жаста. Бірақ футболшының тек жасына қарамай, оның үстіне Думфристің трансферлік құны небәрі 20 миллион евроны құрайды. Мұндай тәжірибеде ойыншы үшін мұны аз ақша деп айтуға болады. Шабуылда шебер ойнайтын, оң қаптал қорғаушысы басқа қайдан табуға болады? Бірақ ең бастысы ол клубқа Трент Александр-Арнольдтың бәсекелесі ретінде қосылуда. Қажет болса англиялық футболшы орталық жартылай қорғаушы ретінде де ойнап береді. Думфриске де негізгі құрамнан орын табылады. Думфристің жалақысы да көп емес екен. Бұқаралық ақпарат құралдарында тараған ақпараттарға сүйенсек, оның жылдық жалақысы шамамен 8 миллион евроны құрайды. Перес тағы бірнеше ойыншымен келісімшарт жасасуға уәде берді. Міне, Реал Мадридпен байланыстырып жатқан футболшылардың тізімі. Бірақ олардың атын айтуға әлі ерте. Біз бұл туралы келесі шығарылымда толығырақ айтатын боламыз. Ендеше әрі қарай жалғастырайық. Келесі кезек Челсиде. Реал Мадридте көп нәрсе президенттің шешіміне байланысты болса, Лондонда трансферлік науқанға Хаби Алонсо жауапты. Испаниялық маманның Мадридте қолы байланып, өзі қаламайтын ойыншылармен келісімшартқа отырды. Үнемі жұлдызды ойыншыларды алаңға шығаруға мәжбүр болды. Кім туралы айтып тұрғанымды білесіздер. Ал енді оның жаңа клубындағы жағдайы мүлдем басқаша. Мен Хабидің мұнда өзі қалағандай команда құралатына сенімдімін. Бұл Германия чемпионы атанған Байерге ұқсас тек керемет футбол ойнап қана қоймай,
сонымен қатар нәтиже беретін команда болады. Алонсоның бірінші мақсаты Ювентустың қорғаушысы Андреа Камбиасо. Испаниялық менеджер ойыншыны жақсы біледі және Мадрид клубында жұмыс істегенде оны Реалға әкелуге тырысты. Енді ол қорғаушыны жаңа командасына алуды жоспарлап отыр. 26 жастағы Камбиасо 2022 жылдан бері Ювентус сапында ойнап келеді. Оның туриндік клубпен де келісім шарты 2029 жылдың жазына дейін жарамды. Өткен маусымда қорғаушы 45 матч өткізіп, 3 гол соқты, 5 нәтижелі пас берді. Трансфермаркт мәліметтеріне сүйенсек, оның нарықтық құны шамамен 30 миллион евроға бағаланып отыр. Камбиасо өте ақылды және техникалық тұрғыдан дарынды ойыншы болып саналады. Оның басты ерекшелігі жан-жақтылығында. Өз қапталында кез келген позицияны жаба алады. Тіпті ойыншының өзі де алаңдағы сүйікті позициясын нақты айта алмай қиналады. Себебі ол қорғаныстың қос қапталында да, ортасында да өзін жақсы сезінеді. Мүмкін менде қаптал қорғаушысы болып ойнау үшін ерекше қасиеттер бар шығар. Мен алаң ортасына қарай жылжығанды ұнатамын және әлі күнге дейін қай жерде жақсы ойнайтынымды білмеймін. Оң жақтама, сол жақтама. Бұл туралы бапкерлермен сөйлестім, бірақ нақты қорытындыға келген жоқпын. Мен екі қапталда да жақсы ойнаймын деген еді Камбиасо өз сұхбатында. Жалпы алғанда мен бұл трансферді қолдаймын. Сіздің ойыңызша италиялық қорғаушы Челсиде ойнап кете ала ма? Өз пікірлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер. Қазіргі уақытта Алонсомен бұған дейін жұмыс жасаған Килиан Мбаппе, Арда Гюлер және Флориан Виртс Челсиге ауысады деген әңгіме жүріп жатыр. Бірақ шынымды айтсам, бұл трансферлерді талқылаудың ешқандай бір мәні жоқ. Олардың қазір ойнайтын клубтары бұл ойыншылар үшін тым ұзақ күресіп, тым көп күш жұмсады. Мысалы, Хаби үлкен сенім артқан Арданың Мадридтен кетуі екталай. Ал егер Реалдан кетемін десе, трансфер құны кем дегенде 100 миллион евро болады. Бірақ мен шынымен сенетін нәрсе мына трансфер. Айтпақшы, біз бұл туралы Telegram арнамызда жазғанбыз. Жазылуды ұмытпаңыз, онда көптеген қызықты жаңалықтар бар. Кейде мен трансферлер туралы ойларыммен сол каналымда бөлісіп, ең қызықты матчтарды сіздермен бірге талқылайтын боламын. Ал бұл ойыншы Джаред Боуэн Вест Хэмнің премьер-лигадан ұшып кетуі Челсиге команда капитанымен келісімшартқа отыруға тамаша мүмкіндік берді. Клубтың көңіл көншітпейтін маусымына қарамастан, Боуэн өте жақсы маусым өткізді. 29 жастағы ағылшын футболшысы шабуылда нағыз көшбасшы болды және командасын алға жетеледі. Вест Хэм АПЛда ұшып кетуіне байланысты шығындардың қысқаруына мәжбүр болады және команда капитанын шамамен 30 миллион фунт стерлингке сатуға дайын. Трансфер нарығындағы соңғы бағаларды ескерсек, бұл оның деңгейдегі ойыншы үшін керемет трансфер сияқты. Егер Челси Боуэнді сатып алғысы келсе, Манчестер Юнайтед және Ливерпульдің бәсекелестігіне дайын болу керек. 2025-2026 жылғы маусымда Боуэн тұрақты ойынымен көзге түсті. Премьер-лигада 9 гол және 11 пас. Бірақ осы статистикаға және команданың көшбасшысы ретіндегі мәртебесіне қарамастан, ол Англия құрамасының әлем чемпионатына арналған құрамына шақырту алған жоқ. Бас бапкердің шешімі жанкүйерлер мен сарапшылардың тарапынан үлкен сынға ұшырады. Неміс бапкерінің дұрыс немесе бұрыс шешім қабылдағаны жақын арада белгілі болады. Енді Манчестер Юнайтед туралы сөз қозғаймыз. Содан кейін Барселонаға көшеміз. Сонымен каталондық клубтың жанкүйерлері соңына дейін күтіңіздер. Біздің жазылушылардың арасында сіздердің өте көп екендеріңізді білеміз. Бірақ әзірге АПЛ клубтары жайлы тақырыпты жалғастырайық. Манчестер Юнайтед басшылығының ең жақсы шешімі Майкл Керрикті біржолата сақтап қалу болды. Ол бас бапкер қызметінен босатылғаннан кейін команданы құтқару үшін екінші рет келді және бұл жолда керемет жұмыс жасады. Қызыл сойқандарды Чемпиондар лигасына алып шықты және маусымды 3-ші орынмен аяқтады. Маусым басталмас бұрын көптеген сарапшылар манкуниандықтар турнир кестесінің ортасында жүреді деп болжады. Ал қайдасыңдар? Бірақ Керриктің келуімен Юнайтед ақыры титулға үміткерлер қатарына қайта орала бастаған сияқты. Манчестер Юнайтедтің осы жазда жасаған ең үлкен трансфері Каземироның орнына Аталантадан Эдерсонды сатып алуы. Бір бразилиялықты екінші бразилиялыққа алмастырды. Бірақ бұл ойыншыны танымайтындар үшін қысқаша шолу жасайын. Манчестер Юнайтед Эдерсон үшін шамамен 45 миллион евро төлейді. Қазіргі замандағы трансфер нарығын ескерсек, бұл өте керемет сомма сияқты. Бірақ Эдерсон Каземироның дәл көшірмесі емес. Ол барлығын қырып жоятын.
артқы жартылай қорғаушы емес. Керісінше, бокс-то-бокс форматында ойнайтын әмбебап жартылай қорғаушы. Функционалдылығы жағынан ол Кобби Мейнуға жақын. Эдерсон физикалық футбол, агрессивті прессинг және алаңдағы қара жұмыстармен айналысады. Менің ойымша, олар Мейну екеуі бірін-бірі тамаша толықтыратын болады. Біреу доптың қозғалысы мен шығармашылыққа жауап береді, ал екіншісі алаңның ортасына қарқын мен тепе-теңдікті әкеледі. Ол 90 минут бойы жұмыс істеуге және алаңда барын салуға дайын ойыншы. Ең бастысы, жарақат ала бермейді. Аталантада 4 маусым ойнап, тек 14 матчқа қатыспады. Қысқасы, мен Эдерсонның бірнеше ойынын көрдім. Және ол қазіргі Манчестер Юнайтедті шынымен де күшейтуге дайын ойыншы деп айта аламын. Казимиродан басқа, Мануэль Угартеде осы жазда Манчестер Юнайтедтен кетуі мүмкін. Уругвайлық футболшы бұл жақта өзін толық көрсете алмады және көптің үмітін ақтамады. Сондықтан оның кетуі клуб ішінде үлкен наразылық тудыра қоймас. Ал британдық басылымдардың мәліметі бойынша, манкуниандықтар қазірдің өзінде бірнеше жартылай қорғаушымен келіссөздер жүргізіп жатыр. Аталған үміткерлердің арасында Ноттингем Форесттен Элиот Андерсон, Реал Мадридтен Арелиен Чуамини, Вест Хэмнен Матеус Фернандес, Кристал Пэластен Адам Уортон және Брайтоннан Карлос Балеба бар. Көріп отырғаныңыздай, тізім өте керемет. Мұнда жас таланттар да кез келген команданың жартылай қорғанысын күшейте алатын танымал ойыншылар да кіреді. Бірақ жеке өзіме Чуамини көбірек ұнайды. Өйткені ол қазірдің өзінде трофей жеңіп көрген, ауыр қысым жағдайында да өнер көрсете алатын өте жоғары деңгейлі ойыншы. Дегенмен, оның бағасы әлде қайда жоғары болады. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл ойыншылардың қайсысы Карриктің командасы үшін тиімді болар еді? Пікір алаңында өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және әрине, біз сіздер күткен жаңалыққа да келіп жеттік. Хулиан Альварестің трансфері. Шынымды айтсам, мен осы оқиғадағы Атлетиконың жасаған әрекетін мүлдем түсінбеймін. Клуб басшылығы Барселонаның аргентиналық футболшы үшін ресми ұсыныс жібергеніне ренжіп қапты. Не үшін? Мадридтік ұжым каталондықтардың тым аз ұсыныс жасап жатқанын сезді. Содан кейін өте ерекше жауап бере бастады. Алдымен әлеуметтік желілерде біз концерт билеттер мен пісте ұсынып, Рафинья, Ямаль және Педриді алғымыз келеді деген күлкілі посттарға пайда болды. Содан кейін клуб Альваресті сатпайтын және оның құны 500 миллион евроны құрайтын ресми мәлімдеме жасады. Шынымды айтсам, футболда мұндайды көптен бері көрмеген едім. Енді Атлетико ойыншыны сақтап қалу үшін емес, Барселонаның осы трансфердің жүзеге асырмау үшін қолдан келген бәрін жасап жатқан сияқты. Мен түсінбейтін жалғыз бір нәрсе. Жарайды, Реал Мадрид пен Барселона арасында дерби ұзақ мерзімді бәсеке. Принципті қарым-қатынас бар, бірақ Атлетикоға не істеп қойды? Неліктен олар мұндай реакция танытты? Дегенмен, бұл оқиға әлем чемпионатынан кейін түбегейлі шешіледі деп ойлаймын. Альварес Атлетикодан кетуі мүмкін деген әңгіме басталғандықтан, аргентиналық футболшы үшін тағы бір үміткер пайда болды. Әңгіме Чемпиондар лигасының 2 дүркін чемпионы, жеңімпазы және қазіргі уақытта Европадағы ең мықты клубтардың бірі ПСЖ туралы болып отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Атлетико ойыншыны париждіктерге сатуға дайын екен. Ал ПСЖ өзі бұл трансферден еш қайда да жапа шекпейді. Оның үстіне командадан Гонсало Рамош кетеді деген сыбыстар бар. Альварес топ матчтардың нәтижесін шеше алатын. Команда үшін жұмыс істеп, нәтиже әкелетінін дәлелдеп үлгерді. Мен оның Парижде адаспайтынына сенімдімін. Қалай ойлайсыз? Хулиан Альварес Атлетикодан кете ме? Әлде Мадридте қала ма? Өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Достар, осымен көптен күткен шығарылымыз аяқталды. Келесі шығарылымның қандай тақырыпта болған қалайсыздар? Міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Сіздермен болған шетел бол арнасы келесі кездескенше.